қазір мотивацияда тұр, керемет. Даниярдың жандай армандарын тыңдап, Даниярдың алға қойған мақсаттарын тыңдап, біздікі әшім далада қалады екен ғой деген сияқты ой тудық. Біз бизнес жасаймыз, Құдай қаласа өте тамаша, армандарыңызды ұрлатпайық. Қазір сіздерге зумды жүргізетін, өйткені Камила еш нәрсе тыңдаған жоқ, поэтому қазір сіздерге зумды жүргізетін кеше алыста болып тұр, болмаса Камила ханым қатысар еді, бүгінгі гормональный нарушение дейді, әсіресе әйел қауымында өте көп кездесетін, көп жағдайда неге ісініп кетем, неге цикл келмейді, менструальный цикл қалыпты жағдайда келмейді деген өте көп әйелдерде сұрақтар болып жатады. Негізі әйелдердің көпшілік ауруының барлығы сол нарушениеге байланысты, қазір сонымен жақсылап сіздерге бөлісетін Forever компаниясының ассистент супервайзері, арманы өте үлкен, мақсаты нық, күнделікті бізді осы зуммен қамтамасыз етіп отқан, неге? Өйткені действительно жауапкершілікті алып, барлығымыздың осы зумда дұрыс айтуымыз осы Камила ханымға байланысты. Камила ханым, ешкімге арманыңызды ұрлатпаңыз, өте қуаныштымын. Енді микрофонымды өшірем, микрофон өзіңізде, уақытыңызды алмайын. Спонсоршылы сөздеріңізге, построениеге біздің жоғарғы спонсорымыз Күнсұлу Сербаевна, сүйікті жар, аяулы ана, сооринг менеджер, осы бизнесте өзінің арманы арқылы қаншама кісілердің арманын оятып жүрген кісі, бізге де осындай мүмкіндікті көрсетіп, біздің армандарымызды оятып жүрген кісі. Көп рахмет айтамын. Ал ендеше бүгінгі тақырыбымыз гормональное нарушение у женщин, гормональный сбой дейміз. Өзім таныстырып кететін болсам, қысқаша атым Камила Мырзахмет, 3-ші курс студентімін. Көкшетау университетінде, Шоқанда. Forever бизнесінде, яғни ассистент супервайзермін. Яғни гормональный нарушение. Бүгінгі тақырыбымызға келетін болсақ, адам ағзасы гормондар бақылаушы, реттеуші және үйлестіруші қызметін атқаратын күрделі жүйе болып табылады, үйлесімді жүйе. Осы гормоналды жүйенің бұзылуы адамның ауыр ауруларына әкелуі мүмкін. Сондықтан гормоналды сәтсіздік белгілерін мүмкіндігінше ерте анықтау керек. Биологиялық тұрғыдан қарағанда гормондар бұл белгілі бір жасушалардың шығаратын, дененің функцияларын атқаратын, олардың реттелуін, үйлесімділігін бақылауға арналған органикалық қосылыстар болып табылады. Гормоналды фонның бұзылуы бұл әйелдерде де, ерлерде де кездесуі мүмкін. Бұл гормоналды теңгерімсіздіктің, яғни гормональный нарушениенің негізгі себептері әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, генетикалық факторлар, венерологиялық аурулар, эндокриндік аурулар, яғни гормондардан пайда болатын эндокриндік бездер, ішкі бездерден бөлінетін, жиі тамақ аурулары, суық тию, әлсіз иммунитет, жыныс және құрсақ аймағының операциялары немесе жарақаттары. Сонымен осы гормоналды бұзылыстардың белгілері негізінен ең жеңілірек белгілері көзге көрінетін, бұл бірінші шаршау, терідегі проблемалар, жүндердің өсуінің жиілеуі әйел адамдарда, менструациялық циклдің бұзылуы, терілеудің жоғарылауы, именно осылар гормоналдық бұзылыстарға алып келіп отырады екен. Егер сіз гормоналды бұзылыс белгілеріне уақытында назар аударсаңыз, сіз ауыр аурулардан аулақ бола аласыз және ұзақ уақыт бойы белсенді және сау бола аласыз. Forever Living Products өнімдерін қабылдау арқылы біз табиғи денсаулығымыз бен күшті иммунитетімізді сақтай отырып, өмірімізге тепе-теңдік пен үйлесімділік әкеле алады екенбіз. Гормоналды жүйенің бұзылуы, жаңа айтып кеткендей, адам ағзасына ауыр аурулардың әкелуі мүмкін деп айтып кеттік. Осы секілді, осы аурулардың алдын алуда немесе болдырмауда неліктен біз Forever Living Products компаниясының өнімдерін таңдауымыз қажет. Негізі ауруды емдеудің любой жерде екі нұсқасы бар. Бірінші химиялық заттар арқылы, екінші биологиялық немесе шөптік препараттар арқылы. Әрбір науқас дерлік емдеудің табиғи әдісін таңдайды деп ойлаймын, өйткені оңтайлы таңдалған химиялық емес, витаминді шөптесін препараттар бұл денені уландырмайды.
Forever өнімдерінің сапасы мен оңтайлы құрам бойынша нарықтағы жаңа шөптекті препараттардан үлкен артықшылығы бар. Яғни шөптекке жатпауы мүмкін, яғни натуральный үлкен артықшылығы бар. Яғни антибиотиксіз істеу мүмкін болмаса да, осы Forever өнімдерін осы антибиотикпен бірге қолдану емдеудің тиімділігін арттырады екен және жанама әсерлерін азайтады екен. Келесі слайдтарға келетін болсақ, яғни осы гормоналды бұзылыстардан, гормональный нарушение, яғни әйелдерде пайда болатын көбінесе аурулар ең бірінші кандидоз екен. Кандидоз немесе вагиноз деп айтылады. Бұл кезде алоэ ферст қайнаған сумен бірге қолданылады екен, 50 грамм алоэ ферст және 50 грамм қайнаған су. Яғни үлкен әйелдерге тұрмысқа шыққан кісілер болған жағдайда душинг жасайды, осы не арқылы Forever First арқылы сумен араластырып және гигиена үшін алоэ сұйық сабыны қолданылады екен. Forever First тек қана бұл жағдайда да ғана қолданбайды. Forever First негізінен бұл алғашқы көмек болып саналады. First деген сөздің өзін аударғанда ағылшыншадан бірінші деген мағынаны білдіреді, яғни алғашқы көмек болғандықтан бұл Forever First көп жағдайларда қолданылады, яғни ішке де сыртқа да қолдануға болады. Сонымен қатар тамақ ауруларына, ангина, ларингит, мысалы сырттың ауруларына, неше түрлі жәндіктер шаққанға, күйгенге және тағы басқа көптеген аурулардың алдын алуда немесе емдеуде қолданылып отырады екен. Алоэ сұйық сабыны бұл енді гигиеналық сабын, сұйық сабын қол жууға және дене жууға арналған, кішкентай балаларды шомылдырып жатады. Келесі мұнда тұрған вульвит дейді. Вульвит бұл да осы гормональный нарушение, яғни воспаление, былай айтқан кезде асқынып кеткен жағдайда пайда болатын аурулардың түрі. Мұнда да Forever First қолданылады душинг үшін және алоэ желе тампонмен немесе тампонсыз сыпқа гигиена үшін алоэ сұйық сабынды қолдануға болады екен қосымша. Мұнда жаңа айтып кеткендей, алоэ First тазалау үшін, яғни душинг жасау арқылы, ішке жіберу арқылы қолданылады екен. Forever желені тампон ретінде қолданып жатады көп кісілер. Тампон ретінде қолданғанда желенің пайдасы өте керемет, яғни іштегі суықты алады. Одан бөлек әйел адамдардың жаңа женский воспаление деп жатады, жыныстық ауруларында өте керемет рөл атқарады, көмектесуге. Одан бөлек бұл негізінен увлажняющий гель, бетке, қолға жағуға болады. Одан бөлек жаңа тері ауруларында, терінің құрғап кеткенде осы желені қолдану арқылы жақсы нәтижелерге қол жеткізе алады екенбіз. Келесі эндометриоз. Эндометриоз мұнда қолданылады деп гарсиния, алоэ вера гелі және алоэ желе, алоэ First көрсетіліп тұр. Мұнда алоэ вера гель тек қана бұл ауруға қолдануға арналмаған. Алоэ вера гель негізінен бірінші біздің ағзамызды шылық токсиннен тазартуға арналған. Алоэ вера гель құрамында 240-тан астам пайдалы компоненттер, 20 минерал, 18 амин қышқыл және 12 витамин құрамында кездеседі. Сонымен қатар бұл золото деп айтсақ та болады, алоэ вера гельді. Бұл ағзамызды шылық токсиннен тазарта отырып, біздің иммунитетімізді көтереді екен. Және сонымен қатар жасушалық деңгейде біздің ағзамызды жаңартып отырады екен. Яғни бұны ішу негізінен кемінде 90 күн, яғни 3 ай кемінде ішу ұсынылады. 50 граммнан күніне таңертең кешке немесе түсте ішуге ұсынылады. Бұл алоэ вера гелі сонымен қатар энергия береді, бізге күш береді және біздің ағзамызды шылық токсиннен тазарта отырып, жаңа айтқандай, ағзамыздың қай жерін шылық токсин тазартады? Біздің именно шылық токсин ағзамызда тоқшекте болып отырады екен. Осы тоқшегімізді шылық токсиннен тазарту арқылы біздің иммунитетімізді көтеріп отырады екен. Тоқшек біздің ағзамызда екінші ми деген атаумен белгілі. Не үшін екінші ми деп сұрайтын болсаңыздар, себебі біздің ағзамызға түскен әрбір тамақ арқылы біз қазіргі уақытта тірі жүрміз, яғни күн көріп, біздің күнделікті энергиямыз, күнделікті жүруіміз, тұруымыз,
сөйлеуіміз барлығы осы, өмір сүруіміздің барлығы осы энергияға байланысты екен, тамақтан келетін. Осы тағамды қабылдаған кезде біздің ағзамызға ол барып тоқ ішекке түседі. Ішектеріміз арқылы, вот осыны қай ішіндегі сіңдіріп, вот именно ішіндегі тағамдардың минералын, витаминін қай жаққа жіберу керек, қандай витаминді қай жаққа жіберу керек, осының барлығын атқарып отыратын біздің тоқ ішегіміз екен. Сол үшін тоқ ішек біздің ағзамызда иммунитетті көтеруге де және басқаны жасауға да осы ең бірінші ретте тоқ ішектен тазарту арқылы біз реттей алады екенбіз ағзамыздың барлық кемшіліктерін айтып өтетін болсақ, алоэ вера гелі айтып кеттік. Ферстті жаңа айтып кеткендей, алғашқы көмек желе ферстпен бірге қолданылады. Әйелдердің воспалениелерінде, геморройда, яғни сыртқы ауруларда, ішкі ауруларда желені жеуге де болады тамаққа. Жеген уақытта, яғни тамағыңыз шыған уақытта немесе жұтқан кезде тыныштандырады. Успокоюще. Гарсиния плюс, бұл енді гарсиния өнімі негізінен көбінесе салмақты реттейтін наборларда, салмақты реттеуде қолданылатын өнімдердің қатарында кездесіп отырады. Келесі бізде фибромиома матки дейді, жатыр миомасы. Бұл аурудың пайда болу себебі стресстен, жүйке жүйесінің бұзылуынан болады екен. Қазіргі кезде вообще әлемде стресс өте көп, яғни тұрсақ стресс, жүрсек стресс, былай байқап қарап отырсаңыздар, әшейін таксиге мінген жағдайда да мен өткенде көрдім. Бір кісі просто так адамдар раздражение, стресс, үнемі стресс, и вот осының әсерінен көп жағдайда адамдарда аурулар пайда болып жатады екен. Оның бірі әйелдерде жатыр миомасы екен. Яғни мұнда да алоэ вера гелі, натурмин, арктикси, абетакея, гарсиния, алоэ вера гелін айтып кеттік. Арктиксиен бұл балықтың майы емес, балықтың май құрамында омега-3, омега-9 және кальмар майы қосылған. Арктикси өніміміз бұның басқа балықтың майларынан ерекшелігі, дәмі жоқ, сонымен қатар балықтың майы не үшін қолданылатынын баршамыз білеміз деп ойлаймын. Кішкентай кезден бастап беріліп жатады. Үлкен кісілерге де өте қажетті өнім, яғни ағзаның дамуын, миымыздың дұрыс жұмыс жасауының дамуын, яғни ағзамыздың дұрыс жұмыс жасауына көмектесетін өнімдердің бірі осы арктикси. Натурмин, бұл енді минералдар жиынтығы, табиғатта кездесетін. Біздің ағзамыз осы уақытқа дейінгі кезеңде минералдарды өзінен өзі жасап шығаруға қабілетсіз болып қалды. Яғни эволюцияның кесірінен деп айтылып кетіп жатады. Сондықтан біз минералдарды сырттан қабылдап отырады екенбіз, яғни тағамдар арқылы. Бірақ дәл қазіргі уақытта осы тағамдар арқылы біз толық минералдармен қамтамасыз етілеміз деп айту күлкілірек, себебі қазіргі кезде өнімдерде минералдарға қарағанда химиялық қоспалар, осы жаңағы өнімдерді зиянкестерден қорғауға арналған химикаттар көп қолданылады екен, яғни тұздар, вот именно соның кесірінен керісінше бізге минералдарды қабылдаудың орнына көп жағдайда, дозасы көп болып кеткен жағдайда аурулар туындап жатады екен. Осы минералдарды біз тек тағамды енді қарнымызды тойдыру үшін ішетін болған жағдайда, осы натурминді біз ағзамызды минералдармен қамтамасыз ету үшін ішкеніміз өте жөн деп қарастырғым келеді. Құрамында 180 таблетка бар натурмин. Ағзамызда минералдармен күнделікті толық қамтамасыз етілгеніне көз жеткізе алады екенбіз. Келесі бізде көрсетілген слайдта атрофический кальпит дейді. Атрофиялық кальпит, бұның себебі, яғни менопауза кезінде эстрогеннің жетіспеушілігі. Менопауза кезінде эстрогеннің жетіспеушілігінен көптеген аурулар туындап жатады. Тіпті біздің осы цикл барысында біздің ағзамызда болатын қандай да бір симптомдар алдын ала болатын, осының барлығы осы эстрогеннің жетіспеушілігінен болып жатады екен. Бұның негізі симптомдары құрғақтық, шырышты қабатта қан кету, дисбактериоз қышу болып табылады екен.
қолданылған өнімдер, яғни Forever ұсынатын өнімдер, бұл аурудың алдын алуда немесе емдеуде қолданатын өнімдер ұсынатын Aloe Vera, Aloe First, Aloe Vera желе және Натурмен. Бұл өнімдерді жаңағы слайдтар бойынша толығырақ қарастырып кеттім деп ойлаймын. Келесі для профилактики. Негізінен жаңағы мына өнімдердің барлығын, яғни душинг үшін қолданылады, мысалы First'ті, Aloe Vera желені тампон үшін қолданылады, Натурменді ішке қабылдаймыз, вот именно бұлардың барлығын қабылдауда негізінен душинг жасау First арқылы сау әйелдерге ұсынылмайды, себебі микрофлораны бұзуы мүмкін. Бірақ осы өнімдердің барлығын алғаш қабылдамас бұрын, ең алдымен бізге Aloe Vera гелін қабылдауымыз керек, яғни для профилактики. Aloe өнімдерінің оң энергетикалық әсері бұл күш қуат береді, көңілді күй береді, бізге витаминді қолдайды, минералдық қолдайды, яғни біздің ағзамызда минералдар мен витаминдермен қамтамасыз етеді, иммунитеттік жүйені нығайтады. Барлық адамдарға, соның ішінде, яғни әсіресе репродуктивті және инфекциялық стресске ұшыраған әйелдерге өте қажет өнімдердің бірі болып табылады. Aloe Vera гель бұл вирустық ауруларды емдеуде міндетті түрде барлығында профилактикаға қолданылады, яғни таза түрінде немесе сумен сұйытылған түрінде 50-50 қолдануға болады. Шабдалы ұсынған Aloe шырыны тұрмында бұл балаларға өте ыңғайлы. Бұны да таза түрінде немесе 50-50 сумен сұйытылған түрінде қолданылады. Для профилактики деп айтылған, сонымен қатар бұл шабдалы қосылған Aloe шырыны дәмі өте керемет. Іш ауруларында зрениені қалыпқа келтіруде және басқаларда қолданылады. Aloe Vera нектар. Нектар бұл енді бүйрек ауруларына, жүкті әйелдерге профилактикалық түрде қолданылып жатады. Бүйрек ауруларында өте керемет, яғни бүйректі реттеп, шайып, тұздардан тазартуға және күнделікті жұмысын қалыпқа келтіруге өз үлесін қосып отырады екен. Forever Freedom шырыны бұл артроз, артрит, сынықтарда, буындардағы бұлшық-еттердегі ауырсынуда, ұйқысыздыққа арналған профилактикаға осындай қасиеттеріне қарамастан барлығын дерлік қолдануымызға болады екен, яғни ағзамызды шлактоксиннен тазартуға. Шлактоксиннен тазартқаннан кейін ғана біздің ағзамызға осы мысалы қандай да бір ақауымызды, ауруымызды, науқастығымызды реттейтін минералдар, витаминдердің барлығы сіңуі жақсарады екен, яғни сіңуі жоғарылайды. Ал егер де біздің ағзамыз шлактоксиннен толық болған жағдайда біз ол витаминдерді, минералдарды қабылдай алмайды екенбіз. Не үшін біз ауырған кезде витаминдер, минералдар қабылдау қажет? Просто логично ойланған жағдайда да, мысалы медицинада да өздеріңіз көріп отырасыздар, күнделікті біз қандай да бір науқастанып қалған жағдайда бізге система құяды, мысалы, вот осы құйған жағдайда қосымша витаминдер қосады. Ал витаминдер не үшін? Тіпті глюкозаға витаминдер қосады. Вот глюкозаның өзі тіпті біздің ағзамызға қажетті қанттар болып табылады. Глюкозаның өзі негізінен қантты өнімдер. Вот именно бізді яғни емдеуге айтып жатамыз, дәрілер қажет, уколдар қажет деп, осы уколдардың барлығы тіпті химиялық жолмен жасалған витаминдер екен. Ал не үшін витаминдерді қабылдау қажет? Біздің ағзамыздың иммунитетін, яғни сол ауруға қарсылығын күшейту үшін қажет екен. Вот біз ауырған жағдайда да түбіне қарайтын болсақ, яғни дәрілердің, уколдардың түбіне қарайтын болсақ, бәрібір онда да витаминдер қолданылады екен. Ал жаңа айтып кеткендей, кез келгеніңіз аурудан айығудың екі жолын таңдай аласыздар, яғни химиялық немесе табиғи жолдарын. Бірақ табиғи жолдарын барлық адам таңдайды деп ойлаймын, себебі химиялық бір жерге әрине пайдасы бар оның да. Бірақ енді натуральный жолмен қабылдаған, бұл енді бізде ағзамызға ешқандай зиян болмайды деген біздің сеніміміз жоғарырақ болады екен. Келесі бізде көрсетілген менструациялық цикл кезінде қолданылатын Forever өнімдері абсорбенс, бір таблеткадан күніне 3 рет. Абсорбенс бізге не үшін қажет? Мұнда құрамында С витамині, яғни атына қарайтын болсақ абсорбация деген терминнен алынған болуы мүмкін. Яғни абсорбация бұл ағзамыздағы жаңа суықты алып тастауға арналған. Абсорбенс құрамында жаңағы кебекке езіліп жасалған бір таблетканың құрамында 7-8 килограмм жеміс
цитрустық жемістердің күші бар. Біздің ағзамызға С витаминін 8 сағаттан 12 сағатқа дейін тұрақтандыруға арналған препарат екен. Не үшін біз 7-8 кило цитрус өнімдерін жеуіміз керек? Себебі біздің ағзамызда С витамині күнделікті жетіп тұруы үшін. Ал біз күнделікті 7-8 килограмм цитрус өнімдерін жейміз деп айта алмаймын. Ал С витамині сондықтан біздің ағзамызда көп тұрақты алмайды екен. Не үшін С витамині ағзамызға қажет? Себебі С витамин жетіспеген жағдайда адамда бас ауруы, көңіл күйдің түсуі, стресс, неше түрлі ашулықтар, осылардың барлығы, шаршау, осының барлығы біздің ағзамызда С витамин жетіспеушілігінен пайда болып жатады екен. Келесі Forever Light Ultra коктейльдері. Forever Light Ultra коктейлі бұл енді бір мезгілдік тамақты орнына ауыстыруға арналған коктейль болып табылады. Екі түрлі дәмі бар, шоколадты және ванильді. При нарушении менструальных циклов тоже қолданылады. Яғни бұл ағзамызды минералдар мен витаминдермен толықтырып отырады. Сонымен қатар кішкентай балаларға да ішуге ұсынылады. Дәмі өте керемет. Біреуінде шоколадты дәм, біреуінде ванильді дәм шығып отырады екен. Ойлаймын, кез келгеніміз шоколадтан немесе ванильден бас тартпаймыз деп. Бұл сонымен қатар кедізді алмастыруға да өте керемет өнім. Forever Light Ultra, яғни таблеткалық түрде витаминдерді қабылдай алмайтын кішкентай балаларға да осы Forever Light Ultra коктейльдерін ішуге ұсынамыз. Forever Ginseng, бұны бір таблеткадан күніне 3 рет ішу қолданылады. Ginseng бұл енді жаңағы әйел ағзасының воспаленияларын алдын алуда, емдеуде, суықты болдырмауға, яғни суықты алып шығуға қолданылатын өнімдердің бірі. Алоэ вера гелін бұл жаңа айтып кеткенде 50 мл немесе 30 мл-ден тамақтанатын 15-20 минут бұрын немесе кейін ішу ұсынылады. Алоэ вера гелі алдын алу, емдеу және емдеуден кейін қалпына келтіру үшін қолданылады. Алоэ вера гелі иммундық жүйені нығайтып, тазарту қасиеттеріне ие екен. Қабыну процестері, яғни ең бірінші емдеу мұнда алоэ вера гелі және First қолданылады екен. First қолданылады жаңа айтып кеткендей, душинг жасау арқылы және алоэ вера гелін ішу арқылы алдын алуға немесе емдеуге қолданып жатады екенбіз. Және мұнда эндометриоз, алоэ вера гелі және полиазелин қолданылады екен. Гарсиния қолданылады. Бұл гарсиния плюс емдеу режиміне міндетті түрде қосылу қажет. Эндометриозда және хламидиоз, уреоплазмоз, мұнда абсорбенс, чеснок, тимьян, алоэ вера желесі қолданылады екен. Чеснок, тимьянға келетін болсақ, бұл енді ағзамызды паразиттерден қорғауға арналған бірден бір өнім. Яғни кімде аскарида, лямбля, паразиттер, вирустар, вирустық аурулар, мысалы әшейін тұмау, жөтелдің өзі вирустық ауру болып саналады. Осының алдын алуға да, кез келген аурудың алдын алуға және сонымен қатар ағзамызды шлак-токсинді тазартуға, профилактика жасауға чеснок, тимьян өте таптырмас өнімнің бірі болып табылады. Күніне 3 мезгіл тамақпен бірге ішу ұсынылады. Құрамында 100 таблетка болады. Яғни тамақпен бірге ішіп отырады екенбіз. Яғни бір таблеткасында бір бас чесноктың күші бар. Бір бас чеснок және сырты тимьянмен қапталған өнім болып табылады екен. Алоэ вера сонымен қатар неде қолданылады? Желе. Хирургиялық аурулар, яғни хирургиялық операциялардан кейін тез сауығу үшін немесе қалпына келтіруде, полиптерді емдеуде қолданылады екен. Сонымен қатар эрозияны емдеуде қолданылады. Егер инфекция болмаған жағдайда эрозияны осы химиялық операциялар жасамай ақ 30 күн бойы осы желе таңылған осы тампондар арқылы немесе осы желені 2,5 граммдық шприцке тартып, инеге 2,5 грамм тартып, түнде қанапқа енгізу арқылы операциясыз да біздің ағзамызды осы эрозия немесе осындай аурулардың болмауын операциясыз емдеп алуға мүмкіндік бар екен. Келесі жүктілікті жоспарлау кез келген әйел адамда болатын, ең бірінші В12 қажет витамин. Осы фолик, шқала В12 дәрумен негізінен жануар ағзасына алынып жатады.
бірақ мұнда компанияда өте керемет қандай да бір жоғарғы технологиямен жасау арқылы В12 витаминінің құрамына қосылған ұрықтың туа біткен ақауларының дамуын болдырмау үшін және жүктілікті жоспарлау сәтінен бастап жүктіліктің 12-ші аптасына дейін қабылдануы керек. В12 дәрумені негізінен психикалық белсенділікті қалыпты даму үшін өте маңызды болып табылады. Фолик қышқылы, яғни бұл нәрестеде жүйке жүйесі мен жұлынның туа біткен ақауларының даму мүмкіндігін 10 есе азайтатын өнім болып табылады. В12 дәрумені сонымен қатар алоэ вера гелінің құрамында бар. Фолик қышқылы Forever Kids құрамында бар екен. Forever Kids мұнда көрсетілмепті. Алоэ вера гелі жаңа айтып кеткендей құрамын, қасиеттерін. Енді ерте токсикоз кезінде алоэ гүлдері қосылған шай қолданылады екен. Және жүктілік кезінде сүйектерді, тістерді сақтауда, тырнақтарды және шаштарды сақтау үшін минералдар, әсіресе кальций қажет. Сондықтан натур мен маңызды минералдардың теңестірілген кешенін қабылдау ұсынылады. Сонымен қатар кальцийді қабылдау ұсынылады екен. Сонымен қатар жүктіліктен кейінде әйел адамдарда өзгерістер болып жатады. Шаштың түсуі, тістердің босауы немесе қандай да бір ерекшеліктер. Осыны қалыпқа келтіруде жүктілікті сақтауда жиі қолданылатын өнімдердің бірі магний. Осы кальцийдің ішінде болады екен. Сондықтан кейінгі кезеңде 36-шы аптадан бастап кальцийді қажет ететін әйел адам ағзасы. Және сонымен қатар жатырды босаңсыту әсерін теңестіру үшін бізге магний қажет екен. Осы магнийдің өзі кальцийдің ішінде бар. Магний, витамин D, именно кальцийдің ішінде. Осылай босанғанға дейін жатырдың тонусын реттеп отыруға қолданатын өнімнің бірі екен. Және осы жүктілік кезінде немесе одан алдыңғы кезеңде кез келген уақытта профилактика жасау қолданатын ең бірінші өнім белсенді пробиотик, яғни актив пробиотик, актив проби, Forever актив проби. Бұл антибиотиктер тағайындау кезінде де ішектерді қорғайды және салқындату микрофлорасын қалыпқа келтіріп отырады. Бұл пайдалы тірі бактериялардың 6 штамы, яғни құрамында 6 түрлі бактерия бар. Лактобактериялар өте жоғары технологиялық формуламен жасалған капсула тек біздің тоқшегімізге барғанда ғана ерейді екен. Басқа пробиотиктер қабылдауларыңыз мүмкін, бірақ бұлар қай жерде ерейтінін сіздер білмейсіздер де. Ал бұл именно сондай программамен, яғни сондай жаңа технологиямен жасалғандықтан бұл капсула біздің тек тоқшегімізге барғанда ғана жарылады екен. Тоқшегімізге барғанда бұл капсула жарылып, біздің тоқшегіміздің қажет жерлерінде микрофлорасын реттеуге ішіндегі бактериялар барып орналасады екен. Пробиотикті жүкті әйелдер қабылдауы мүмкін. Сондай-ақ колитте, гастрит, ішек дисфункциясы кезінде осы алоэ вера гелімен бірге қабылдау қажет. Forever актив пробиотик иммундық жүйені және ішек жұмысын қолдауда, ішек микрофлорасын сақтауда және қалпына келтіруде қабынуға қарсы режимдерде қосылуы қажет. Жаңа айтып кеткендей, барлық өнімдерді бізде бұл өнімдердің барлығы, яғни әйелдерде болатын гормондық бұзылыстарда немесе әйелдерде болатын қандай да бір алға кездесетін проблемаларда, алда кездесетін немесе болып кеткен қандай да бір болып жатқан кезеңдерде қолданылатын өнімдерді, Forever ұсынған өнімдерді айтып кеттік осы жағдайларда. Бірақ бұл өнімдер сіздің ауруларыңызды емдегенмен, бұл не лекарство, бұл натуральный продукт біздің ағзамызды емдеуден бұрын ең бірінші жағдайда ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демекші, ең бірінші жағдайда біздің ағзамызда аурудың алдын алуға қолданатын өнімдер болып табылады екен. Бүгінгі менің жинаған ақпаратым бойынша сіздерге айтатын ақпаратым осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Алоэмен бірге сау және сұлу өмір кешейік. Рахмет, Камил жаным. Керемет тыңдадым. Тамаша. Өткендегіге айтқаныңда бұл вообще басқаша шықты. Неге? Өйткені уже сен не істедің? Керемет, уже профессионализм қалыптасып келе жатыр. Рахмет саған. Алла разы болсын. Зумда кездескенше. Зумда кездескенше сау болыңыздар.